Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қайнатпай жасай салатын тез арада аджика дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, бір өзгешелігі бар. Жасап көріңіздер менімен бірге. Ол үшін бізге қажетті заттардың барлығын тазалап, ашып, турап алдық. Енді сол заттарды қызанақ, болгар бұрышы, ащы бұрыш, сарымсақ, шекерімізді, тұзымызды және бұрыштарымызды дайындап қойдық. Бірінші кезекте осылай барлығын бір ыдысқа қызанақ, болгар бұрышы, сарымсақ және де ащы бұрыштың барлығын осы бір ыдысқа барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Неке барлығын өткізіп алдық. Енді тұзымызды, құмшекерімізді және де бізге бұл аджиканың ерекшелігі бізге осындай қызыл бұрыш пен қара бұрыш керек болады. Қызыл бұрышымызды да өздеріңізге қажетті мөлшерде қосасыздар және де қара бұрышымызды қосып аламыз. Сөйтіп барлығын бірге араластырып шығамыз. Бұл аджиканың жасалу жолы бар болғаны осы ғана. Жасап көріңіздер. Өте ерекше, басқаша дәм береді. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.